Армысыздар, Ирбесили компаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. 2026 жылы мемлекет басшысы 5-ші құрылтайда ұлттық деңгейдегі маңызды бастамаларды көтерген болатын. Бүгін осы тақырыптарды талқылайтын боламыз. Осы төңіректегі сауалдарымызға жауап беруге Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобының мүшесі Серік Бастемиев келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Жуырда 5-ші құрылтайда Қызылорда қаласында өткен мемлекет басшысы конституциялық реформалар қажеттігін айтқан болатын. Жалпы бұл реформалар не үшін қажет? Сіздің ойыңыз қалай? Бұл немен байланысты болуы мүмкін? Енді мына қазіргі қолданып жатқан конституциямызды 1995 жылы қабылдағанбыз. Ол кезде әлемдегі мемлекет аралық жағдайлар бір басқадың. Барлық кикілжің болса мемлекеттердің араларында халықаралық нормалармен, құқықпен және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған механизммен реттелетін. Және ең басты құндылық бүкіл адамның өмірі, денсаулығы, бостандығы деген осындай құндылықпен жұмыс істейтінбіз. Ал енді қазір 30 жыл өткеннен кейін халықаралық құқық аяққа басылды. Оны президентіміз өзі айтып отыр. Механизм істемейді. Үлкен алпауыт мемлекеттер, үлкен әскері бар мемлекеттер өздері бомбылайын десе, көршілерін бомбылайды, жерін тартып алам десе, тартып алып жатыр. Сондықтан қазір ең басты құндылық мәселе бұл мемлекеттің, кіші мемлекеттердің, орта мемлекеттердің тәуелсіздігі, егемендігі құндылық болып тұр. Осыны біздің президент басты мақсатымыз деп ашып көрсетті. Енді қандай қажеттілік жаңағы бірінші әлемдегі жағдай, осы айтқан екіншіден ішкі жағдайымыз. Мына президентіміз айтты, мына 95 жылымен салыстырғанда қазіргі жағдайда біздің байлығымыз артты. 95 жылы біздің қазынамызда болмайтын. Бізде қазір 300 миллиард жылдық жалпы өнім. Оны біз кезінде армандай алмағанбыз. Конституцияны қабылдаған кезде 95 жылға. Қазір адам басына шаққанда $15,000 жетіпті. Бізде ақша бар. Осы ақшаны мынау атқарушы органдар, министрліктер бағдарлар жасап миллиардтап алады, оны қайда кеткенін білмей тараж жасалады. Жауапты адамдар жоқ. Яғни кезінде мемлекеттік құрылым 95 жылғы конституциямен құрылған, қазіргі біздің қажеттілігімізге жауап берілмей жатыр. Одан кейін біздің қаңтар болды ғой, 22 жылы. Сол жағдайда көрсетті. Біздің елбасы президентіміз қандайды бір жағдайда ауырып қалса, қандайды бір жағдайда өзінің лауазымын істей алмай қалса, билікті кімге береміз? Конституция бойынша 95 жылға. Одан кейін мына сенаттың төрағасы. Ол істей алмаса, мәжілістің төрағасы. Ол істей алмаса, премьер-министр. Оның уақыттарды белгіленбеген. Ал президент кететін жағдайда, ол қиын жағдай, қаңтар сияқты. Ол кезде әртүрлі топтар келіп, еліміз быт-шыт болып қалады ғой. Сондықтан осындай да бір жағдайларды ескеріп, сыртқы, ішкі біздің президент осы 5-ші құрылтайда осындай өзінің ой пікірлерін айтты, қажеттілігін. Осылай деп мен түсінемін. Жақсы, ал енді президенттің конституциялық реформаларының ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Енді айналайын, біз 1990 жылы мына егемендік туралы декларация қабылдаған кезде Қазақ ССР болатын. Онда біз ашық көрсеттік. Біз билікті үшке бөлу теориясы негізінде мемлекет құрамыз. Ол атқарушы, заң шығарушы и сот билігі. Осыны біз 91 жылы мынау конституциялық заң, тәуелсіздік туралы конституциялық заң қабылдағанда осында баса көрсеттік.
И 95 жылы конституция қабылдаған кезде, 3-ші бабы ғой деймін, қазір шатаспасам, осы теория негізінде біз осыны тағы да көрсеттік. Біздің президент айтып тұр, бізде республикалық президенттік республика және осы үш билікке бөлу жаңағы теориясының негізінде модель құрылған 95 жылы. Енді жаңағы үстінде айтқан мәселелер бойынша бұл өзінің уақыты өтті, ескіріп қалды. Қазіргі жағдайға жауап бере алмайды. Қазір жаңа жағдайлар шығып жатыр. Сондықтан біздің республика президенттік билікті үшке бөлу теориясы негізінде басқа модель. Қазір біздің президент өзінің ой пікірін айтты, құру керек екен, басқа модель құру керек екен. Енді оның ерекшелігі қандай? Ерекшелігі бұрын үш билік бірдей және бір-біріне бағынбайтын. Бұларды қосатын президенттің. Енді қазір президентіміз айтып жатыр, заң шығарушы парламент соның күшін әлін құзыретін көбейту керек. Ол үшін не істеу керек? Біріншіден, бұрын екі палата болса парламентта, сенатты алып тастап. Бірақ палата, мәжіліс. Мәжілістің атын құрылтай және құрылтайға 145 депутат сайланады. Бұл біріншіден. Екіншіден, депутат сайлаған кезде тек қана пропорционалды мына сайлау жүйесімен, яғни партиялардың списігімен, тізімімен сайланады. Бұл екі. Себебі жалғыз адам бұрындары келетін ештеме шешпейді. Жалғыздың ізі де жоқ, үні де жоқ. Үшіншіден, мынау парламентті құрылтайды күшейту себебі, мына президент бұрын 10 адам, 5 адам өзінің квотасын жіберетін. Соны алып тастады. Бұл өте дұрыс. Енді соңғысы мына құрылтайға үш биліктің екеуінің органдарын құрған кезде мүмкіндіктер берді. Соларды құрған кезде сондай бір рычаг ретінде құзыретін күшейтті. Сөйтіп парламенттің құрылтайдың мына күшін құзыретін екі билікке қарағанда көтердік. Екінші бір ерекшелігі президенттің билігі. Президенттің билігі қазір күшейтіп жатырмыз, оған вице-президент лауазымын енгізіп жатырмыз. Бұл өте қажет нәрсе. Екіншіден, президенттің жарлығымен 126 адам бар халық кеңесі құрылады. Бұған халық кеңесіне президенттің айтқаны 22 адам бұл жаңағы этнос бірлестіктерден, 42 адам үлкен алып бірлестіктерден, и 42 адам ол жергілі маслихат аймақтардан. Бұны президент өзінің жарлығымен құрады. Айын соңғысы президенттің күшейгені, егер де бір жағдайлар болса, конституцияда көрсетілген, президент өзінің жарлығымен парламентті, то есть құрылтайды таратып жіберуге құқығы бар. Осындай бір модельді қазір жаңа өмір талабы қазір тіреватқан осындай модельді қазір біздің мына 100-ден астам жаңа халық қалаулылары талқылап, комиссия мүшелері ашық айтып жатыр. Жалпы мен бұндай реформаны ерекшеліктерден байланысты қолдаймын. Қанша реформа қажет болса, біз қымсынбай, қорықпай, біреуден ұялмай жасауымыз керек. Бұл біздің болашағымыз үшін. Жалпы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, мәжілісті құрылтай деп ауыстыруы және президенттің кіріспе бөлімге өзгерістер енгізуі немен байланысты? Енді президентіміздің айтып жатқаны, біріншіден президентіміз мәселенің бәрін жақсы біледі. Жаңағы кіріспеге, преамбулаға бір-екі жағдайды айтты. Оның біріншісі қайтадан жазу керек деп. Біздің көне өркениетімізді көрсету керек. Цивилизация көне. Бұл көшпенді көне цивилизация. Кем дегенде 4-5 мыңдық тарихы бар. Екіншіден, сол ұлы даладағы ұлы мемлекеттердің біз мұрагеріміз осыны көрсету керек деді.
Ал біздің кем дегенде ұлы дала дегені мынау солтүстік Қытайдан мынау Дунайға дейін сапсары дала. Біздің көшпелілердің елі осы дала. Біздің Қазақстан сол дала, сол кеңістіктен қалған. Ең соңғы қазақ мемлекеті. Біз мұрагеріміз. Осыны көрсету керек. Қазір соңғы жерлерде бұл саяси мәселе. Соңғы кездерлер бір көршілеріміз бар, нелер бәрі, кейбіреулері политологтары бар, нелері бар, белсенділері бар, айтып кетті ғой. Қазақстанда, қазақтарда мемлекет болған жоқ, анау болған жоқ, мынау болған жоқ деп. Бізде мемлекет болған, және біз ана мемлекеттердің мұрагеріміз. Осыны көрсету керек деп, паш ету керек деп, прямо біздің президентіміз айтты. Оны істеуіміз керек. Екіншіден, егер де біз көне мемлекеттерімізді көрсетсек, онда да жаңағы мемлекет болғандықтан органдар болған. Соның ең бастысы құрылтай. Мына ғұндарда жылына 2 рет кездесетін, ол құрылтай емес пе? Ең бірінші азған адамдармен кездеседі, екінші жылдың бір уақытында үлкен топпен кездеседі, сұрақтарды шешеді. Ал құрылтай мына түрік қағанатында болған жоқ па? Шыңғыс ханның империясында болған жоқ па құрылтай? Енді біз анан жазғаннан кейін мына кіріспеде преамбулы деп біз мұрагері деп, неге біз құрылтай деп жазбаймыз? Вот осындай қажеттілік болды құрылтай деп жазуға. Құрылтай деген сөзге де біз мұрагерміз. Ол біздің сөзіміз, төл сөзіміз. Біз неге бас тартуымыз керек? Президентті бұл жағына да мен қолдаймын. Осы өзгерістер. Ал енді екінші бір өзгеріс, мен жазып алдым, көрсетейін, айтайын деп, мынандай айтты. Бұдан бөлек, мынау Конституцияға кіріспесіне жаңағы преамбулға. Біз бәріміз әділетті Қазақстанды ең жоғары мақсат ретінде көздейміз, және оған жетеміз деген қағидатты енгізуіміз керек деді. Мен қолдап тұрмын. Жалпы мына түсінік әділетті Қазақстан деген қайдан келді? Әділетті Қазақстан, значит, оның алдында әділетсіз Қазақстан болған. Әділетсіз болмайды Қазақстан. 300 миллиардта біз таба алмаймыз. Әділетсіз заң болады. Вот, бізде басты қоғамдық қатынастарды реттейтін 10-15 кодекс бар. Ол кодекстердің бәрі әділетсіз емес, соның ішінде кейбір нормалар кіріп кеткен, әділетсіз. Оның кіріп кететін себебі, егер білгіңіз келсе, мен айтайын. Мына үкімет жобалар дайындайды. Үкімет деген ол министрліктер, профильдік. Олар өздерінің жаңағы адамның құқығы бостандығын жаңағы үлкен қымбат құндылық деп тапсадағы өздерінің міндеттерін жақсы орындау үшін ана нормаларды өздеріне бейімдеп жазған. Бірақ та оны орындаған кезде мына шығын көретін, жапа шегетін біздің азамат. Осындай нормалар. Осылардан біз арылуымыз керек, ревизия жасап. Түсіңіз бе? Ол да көп жылдық жұмыстар. Және болашақта осының бәрін біз егерде әділетті мына Қазақстан құрғымыз келсе, біздің заңдарымыз бірінші заң нормалары әділетті болу керек. Сондықтан президент айтып тұр, бізге кәсіби парламент керек деп. Мен осымен келісемін президенттің айтқанымен. Кәсіби парламент бізге керек. Бұл тарапта өзіңіз Павлодар облысы бойынша Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобының мүшесісіз. Жалпы президенттің халық кеңесін құру жайлы сөзінде өзіңіз айтып өттіңіз. Бұл тарапта алдағы уақытта Қазақстан халқы ассамблеясы қандай жұмыстарды атқармақ, алдағы жоспар қандай, Павлодар облысында қандай жұмыстар жүргізіледі? Енді айналайын. Мына халық ассамблеясы ол қажеттіліктен туған дүние. Кезінде біздің қазақ халқы 40%-ға жетпейтін болатынбыз, егеменді болған кезде. Жалпы Қазақстан саны 17 миллионнан асар аспастың. Ең бірінші ұлтаралық достықты қамтамасыз ету, екіншісі экономикамызды көтеру. Ол үшін адамдар керек, тұрғындар керек. Адамдарсыз мемлекет болмайды. Бізге кем дегенде 50-60 миллион халық керек. Ал біз 17 миллион. 17 миллион болған кезде басқа ұлттар көбі өзінің тарихи елдеріне кете бастады. Сөйтіп, бір 3,5 менің білетінім 4 миллиондай осы 34 жылы кетіп қалды. Бірақ та бір абырой болғаны, біз өзіміздің қандастарымызды 1 миллионнан астам соларды шақырды. Соларды қосқанда президентіміз айтып отыр, қазір 34 жылда 20 миллион 500 мыңға жеттік.
Ал егер ана 3,5 миллион, 4 миллион бізде қалса, қазір 25-26 миллион жаймен болушы еді халқымыз. Сондықтан біз мынау ассамблеяны жасаған кезде мынау басқа ұлттар біздің Қазақстанда өзінің елі туған жаңағы кіндік кескен осында қалсын деп те еңбек еттік. Соның арқасында қазір соңғы жылдары осы ағын кету ағыны тоқтатылды. Жалпы халық ассамблеясы өзінің алдына қойған міндеттерін атқарып болды. Бірақ та проблемалар болса, 42 жаңа этнос бірлестіктің өкілдері халық кеңесінде орын алады. Және қазіргі жағдайда біздің қазақтың ұлтының проблемалары алға шығып тұр. Біздің президент айтып тұр ғой, ұлттық идеология, мемлекеттік идеология деп. Ол неге айтып тұр? Себебі біз 95 жылы болғанда саяси, идеологиялық, әр тараптық бізде орнатылады деп біз 5-ші бапта конституцияны жазғанбыз. Жалпы айтқанда идеология бізге керек жоқ деген. Ал бірақ 30 жыл өтті, қазір бізге идеология керек. Ұлттық идеология керек. Идеология біздің әдет ғұрып дәстүріміз, біздің мәдениетіміз, біздің мынау тарихымыз, біздің тіліміз, осының бәрін жинап, ары қарай дамытпасақ, біз мәдениетсіз ұлтқа айналамыз. Ал мәдениетсіз ұлт өзінің мемлекетін болса жоғалтып алады. Немесе болмаса құралмайды. Сондықтан мәдениеттің деңгейі жоғары болса, біздің мемлекеттің де мына тұрған фундаменті өте жақсы болады. Сондықтан біздің президент өзінің сөзінде, мынау Қызылордада сөйлеген кезде, мәдениет жағына көп көңіл болды. Егер де біз осы мәдениетімізді жалғастырайық десек, осы мәдениет орталықтарын ашып, кітапханаларды ашып, тағы жұмыстарды жаңа істеліп жатқан, соның арқасында бізде ұлттық мына элита қалыптасады. Ұлттық элитасыз бірде-бір халық мемлекеті бар. Жоқ. Біз соны ұлттық элитаны қалыптастыруымыз керек. Ары қарай өте жұқа қазір. Осындай мәселелерді біздің президент көтерді. Қазір Астанада, басқа облыстарда жұмыстар істеліп жатыр. Жалпы біздің бүгін көрерменімізге айтар ой пікір, тілегіңіз бар ма? Енді тілегім қандай? Қанша реформа болса да, қажет болса да, оны қайталанды, ол 2 рет, 3 рет конституция болса, хоть 5 рет конституция, жанымыздағы Қытайда міне бірнеше конституциясын қабылдап тастаған. Одан біз ұялмауымыз керек, қорықпауымыз керек. Қанша қажет болса, сонша. Ең басты мақсат біз өзіміздің елімізді мәңгілік елге айналдыруымыз керек. Дамыған мәңгілік елге айналдыруымыз керек. Енді тілейтінім, аспанымыз ашық, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Біздің Қазақстан Республикасы көркейіп, дамысын. Жақсы, рахмет, бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар. Телефон номері 55 76 40. Дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.